Алматының асқар тауларының етегінде ерекше бір тағылымды оқиға бастау алып жатыр. Бұл балалар мен олардың ұстаздары бірге армандаған мен және менің ұстазым деп аталатын жасыл аллеялардың тарихы. Кеше ғана қиял болған сол арман міне бүгін ақиқатқа айнала бастады. Мөлдір шыны сауыттардың ішінде тіршіліктің алғашқы лебі білінеді. Көзге әрең шалынар кішкентай өскендер бір жарып, жарыққа қарай бой түзейді. Олар жақындағы жайқалған ағашқа, құлпырған гүлзарға айналатынын сезетіндей. Балалар алақандарымен оларды аялай сипап, жүрек жылуын тартады. Ал дәл жанында ұстаз, білімнің шуағын сеуіп, әрбір өскеннің ғұмырын қалай мәпелеу керектігін сабырмен үйрететін ақылшы, қамқор жан. Бірақ ешбір өскен сусыз, нәрсіз гүл не ағашқа айнала алмайды. Әр тамшыда тұтас әлемнің бейнесі, әр ағыста болашақтың тынысы бар. Судың болмысы ұстаздың бейнесімен үндес. Ол нәр береді, сергітеді, тазартады және жол сілтейді. Ұстаз өзен секілді жол ашады, бөгеттерден өткізеді. Бұлақтай білімге деген шөлді басып, жаңа бастамаларға қуат береді. Ал мұхиттай ұрпақтардың жинақталған тәжірибені бойына сіңіріп, сол байлықты шәкірттеріне кең пейілмен ұсынады. Ал біздің ертегі ізімен жалғасып, енді кең жазира жердің өз сәтін күтіп тұрған тұсына жетті. Бірақ сәл ғана сабыр керек. Бұл сәт алыс емес. Дәл осы қазан айында келеді. Өйткені Алматыда ағаштар жаңа тамырын тек күзде жаяды. Жер сол кезде ғана бір жаруға дайын. Өскендерге алақанын жаяды. Бүгін бұл маңда үнсіздік, ал ертең мұнда жаңа аллея бой көтереді. Арада санаулы ғана жыл өтеді, көзді ашып жұмғанша. Сол кезде алматылық аллеялардың ағаштарында мыңдаған ақ пен қызғылт гүлдер бір жарып, гүлдеп шығады. Бұл ұстаз қамқорлығымен өрбіген бала арманы мен үмітінің нәзік символы болмақ. Жазда бұл ағаштар саясын сыйлап, салқындық әкеледі, ал уақыт өте келе жемісін береді. Сол жемістер шәкірттердің өміріне айналған білім мен дағдының дәл өзі. Біз ағаштың гүл қауашақтары сияқтымыз. Әртүрліміз, бірақ бір-бірімізден ажырамайтынбыз. Себебі тек бірге ғана біз бүгіннің де, болашақтың да сұлулығын жаратамыз. Ізгі тарихымыз жалғасып жатыр. Эстафетаны Ақмола облысындағы достарымызға табыстаймыз. Ол жақта да жасыл аллеялар пайда болып, сүйікті ұстаздарымызға деген алғысымыздың бағы гүлдей берсін. Мен және менің ұстазым.